Армысыздар, келе оқиғаларының кезекті шығарылымында Төлен Әбдіковтің қонақтар әңгімесін талқыға саламыз. Бұл әңгіменің аты да өзі ерекше. Қонақтар. Нұрай, не себептен қонақтар деп аталған? Әңгіме қонақтар деп аталды, себебі Ерекенің жалғыз баласы Сапабек және оның жұбайы мен немересі өзіне қонақтай болып кеткен үшін. Олар үйіне сағынып келіп емес, қонақтай болып келіп кеткен үшін қонақтар деп аталды деп ойлаймын. Бекжан, сен осы орайда Сапабектің ісіне қандай баға бере аласың? Оның істеген ісі дұрыс па? Сапабектің істеген ісі менің ойымша дұрыс емес. Себебі ол Ерекенің жалғыз ұлы болғандықтан қара шаңырақта қалып, үйге еге болу керек еді. Ол керісінше қалаға барып ойсанып кетті. Бала шағасы мен әйелі бір ауыз сөз қазақша білмейді. Сондықтан да Сапабектің істеген әрекеті менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Нұрай, автордың бұл әңгімені жазуға не түрткі болды деп ойлайсың? Автордың бұл әңгімені жазуына түрткі болған нәрсе ол ұлттық қоғамдағы ұлттық құндылықтың жойыла бастауы. Сол заманда ұлттық құндылық жаймен әлсірей бастаған. Ал автор болса бұны тез меңгеріп, соны осы әңгімеге жазып, және атауына ерекше мән берген. Бекжан, сен осы әңгімені оқи отырып, өзіңе қандай үзінді ұнады? Бұл әңгімені оқи отырып, маған үзінді Сапабек ата-анасын қанша сыйламаса да, сол ата-анасы үшін қаладан келгені маған қатты ұнады. Нұрай, осы әңгімені оқи отырып, саған қандай кейіпкер ұнады? Соған сипаттама бере аласың ба? Маған бұл әңгімеде ұнаған кейіпкер ол Сапабектің өзі, яғни Ерғабыл. Ерғабыл өте ақылды және дана кісі болады. Ол әділдікті талап ететін кейіпкер болады. Бекжан, сен осы әңгімеден қандай қорытынды шығара аласың? Мен бұл әңгімені оқи отыра келе қорытынды шығарсам, ата-ананың қадірін балалы болғанда түсінесің деген мақал осы орайда ойыма келіп тұр. Мен ата-анамды жалғыз тастап кетпеймін, және де қазақтың ұлттық құндылықтарын бойыма сіңіріп өсемін, және де ата-анамды ылғи сыйлап жүремін. Сіздердің біздің қатарымызға қосылып кітап оқуға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.